Қайырлы күн қазақ елі, сіздермен бірге мен Мәдина. Мен бүгін дін деген не, дін жайлы зерттеп көрдім. Дін, ақыл есі дұрыс, өз еркімен иман келтірген адамдарды дүние және ақырет игілік пен бақытқа жеткізетін иллахи, яғни тәңірлік заң. Діндер негізінен үшке бөлінеді екен. Біріншісі хақ дін. Алладан пайғамбарлар арқылы ешқандай өзгеріске ұшырамастан және бұзылып бұрмаланбастан қазірге дейін жеткен дін. Бұл ерекшеліктер мен қасиеттерді өз бойына сіңірген дін ислам діні. Екінші, мұхарраф дін. Бұрмаланған діндер, яғни Алладан пайғамбарлар арқылы жеткенімен кейіннен адамдар өзгертіп, негізін бұрмалаған діндер болып саналады. Батил діндер, яғни жалған. Адамдар ойдан шығарылған діндер. Бұл діндердің пайғамбарлар арқылы келген діндермен ешқандай қатысы жоқ. Діндер арасында исламның алатын орны қандай? Жер бетіндегі ең алғашқы адам Хазірет Адам алейхиссалам алғашқы пайғамбар. Адамзаттың алғашқы діні хақ дін. Хазірет Адамнан Исаға дейін келген барлық пайғамбарлар адамдарға Алланың бір екендігін баяндаған және қалай ғибадат ету керектігін үйреткен. Бірақ бұл пайғамбарлар жеткізген иман негіздері мен діни қағидалар уақыт өткен сайын бұрмаланып, түп нұсқалары жойылған. Осыған байланысты Алла соңғы пайғамбар Хазіреті Мұхаммед пайғамбарымыз арқылы бүкіл адамзатқа соңғы әрі ең кемел ислам дінін жіберген. Қазіргі таңда дүние жүзіндегі шынайы ақиқат дін ислам діні. Жалған діндердің Алла алдында ешқандай құны жоқ. Алла алдында таралған әрі қабыл көрінетін дін ислам. Бұл ақиқат Құран кәрімде былай баяндалады. Алланың құзырындағы дін күмәнсіз ислам діні. Кімде-кім исламнан басқа дін іздесе, әсте қабылданбайды. Ол ақыретте зиянға ұшырауы мүмкін. Әл-Имран сүресі 19 аят және 85 аят. Сіздермен бірге болған мен Мәдина. Тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Алла разы болсын.